Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар? Мен өзімді таныстырып өтейін. Алматы қаласы, Алатау ауданы, нөмір 152 мектеп гимназиясының бастауыш сынып мұғалімі Маңған Назымова, педагог зерттеуші. Менің авторлық бағдарламам 3 сынып оқушыларына арналған элективті курс бағдарламасы. Жалпы саны 34 сағат, аптасына 1 рет. Менің авторлық бағдарламамның тақырыбы білім беру жетістігінің мониторлау, математикалық сауаттылыққа даярлық бастауы. Бұл авторлық бағдарлама 3 сынып оқушыларының математикалық сауаттылығын арттыру, оны қарапайым өмірде қолдана білу, қағидаттарын жетілдіру мақсатында жазылған. Бағдарламаның құрылымы. Кіріспе. Математикалық сауаттылыққа даярлық пен жас ерекшеліктеріне байланысты 3 сынып оқушыларына негізделіп құрылған. Негізгі бөлім. Оқушы бойына сауатты да ел экономикасының қарқынды дамуына үлес қосатын ұлт жанды тұлғаны қалыптастыру. Қорытынды. Алған білімді бекіту, бағалау. Математикалық жұмбақ есептер. Математикалық жұмбақ есептер топтамасымен жұмыс жасау. Ауызша ойлау дағдысын қалыптастыру. Жұмбақ есептердің шешімін табу. Бағдарламаның мақсаты. Математикалық өлең, есептер топтамасымен жұмыс жүргізу арқылы мәтінді түсініп, шешімін табуды игеру. Ойлан тап, ойны арқылы логикалық есептерді шешу дағдыларын игеру. Тесті тапсырмасын орындау арқылы жұмбақ, өлең, логикалық есептерді шешуді меңгеру. Математикалық жарыс ойыны, ондық, мыңдық, жүздік тапсырмаларын еркін орындауға үйрету. Негізгі принциптері. Өлең түріндегі есептерді шешу үшін оқушылардың мәтінді мұқият оқып, оның негізгі мәліметтерін дұрыс түсінуі қажет. Бұл оқушылардың мәтіннен маңызды ақпаратты тауып, дұрыс шешімге бағыттайды. Тіл мен математика арасындағы байланыс. Математикалық өлең есептерінде мәтін мен математикалық ұғымдар бір-бірімен тығыз байланысты. Оқушылар мәтіндегі мәліметтерді математикалық тілге ауыстыруды үйренеді. Бұл оларды математикалық логика мен есептерді шешу дағдыларын жетілдіруге көмектеседі. Жаңашылдық пен логикалық ойлау. Өлең түріндегі есептер көбіне шығармашылық шешімдер мен логикалық ойлауды талап етеді. Бұл оқушылардың мәселені шешу барысында жүйелі түрде ойлануына, шығармашылық пен көзқарас қалыптастыруға септігін тигізеді. Бағалау әдістері. Асық, кері байланыс SMS арқылы, қоржын, данышпан үкі. Күтілетін нәтижелер. Оқушылар өздерінің қателіктерін тауып, оларды түзету арқылы мәселені шешудің жаңа жолдарын табады. Қателіктерді түсініп, олардың негізін таңдай отырып, оқушылар есептерді шешуге деген сенімдіктерін арттырады. Оқушылар математикалық ойындар мен жарыстарға қатысу арқылы пәнге деген қызығушылықтарын арттырады. Ойындар мен жарыстар оқушыларды ынталандырып, математиканың әртүрлі аспектілерін түсінуге көмектеседі. Бұл іс-шаралар оқушыларды командалық жұмысқа үйретіп, математиканы бәсекелестік және көңілді түрде үйренуге мүмкіндік береді. Назарларыңызға рахмет.